Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің жобамның тақырыбы ұлттық ойындардың балалар денсаулығына әсері. Менің мақсатым бес асық, асық ату, арқан тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ойындардың балалардың денсаулығына, рухани саулығына және әлеуметтік қозғалыс дағдыларына қалай пайда әсер ететінін зерттеу. Менің міндеттерім ұлттық ойындардың түрлерін зерттеу, олардың әсерлерін зерттеу, балалар арасында сауалнама жүргізу, ұсыныстар жасау. Менің жобамның маңыздылығы: қазіргі заманда балалар көп уақыттарын гаджеттермен өткізеді. Дәстүрлі ойындар қозғалыс пен ұлттық мәдениетті ұмытпауға көмектеседі. Қазіргі таңда балалардың денсаулығы мен дамуына ерекше көңіл бөлінуде. Себебі түрлі гаджеттерде, яғни ұялы телефон ойындарында балалар көп отырады және соған тәуелді болып қалған. Ал ол тәуелділікті азайту үшін біз ұлттық ойындарды ойнатып, соны енгізуіміз қажет. Ұлттық ойындардың пайдасы: күнделікті мектепте жүргенде балалардың бос уақытын ұйымдастыру үшін осы ұлттық ойындардың ішінен қолжетімді асық ату, бес асық, тоғызқұмалақ, арқан тарту сияқты ойындардың түрлерін қарастырдым. Мысалы, бес асық баланың денсаулығына және дамуына үлкен әсер ететін бірнеше маңызды дағдыларды қалыптастыруға көмектесетін ойын. Ойын барысында балалар өз денесін дұрыс үйлестіріп, бағыттай білуі керек. Арқан тартыс ойыны. Арқан тартыс ойында күш, төзімділік және үйлесімді қимылдауды талап ететін ойын. Ойын барысында балалар дене мүшелерін белсенді түрде қолданады. Тоғызқұмалақ ақыл ойыны. Тоғызқұмалақ ойында ең алдымен логикалық ойлау қабілетін жақсартады. Ойын кезінде әрбір ойыншы өзіне стратегия құрып, сол бойынша жұмыс жасайды. Бұл жоспарлауға, болжауға және де бір әрекет бойынша жұмыс істеу қабілеттерін арттырады. Мен мектепте өзімнің жетекшіммен балалар арасында эксперимент, яғни тәжірибе жүргізіп көрдім. Мектепте оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру үшін пайдаланып, асық ату, бес асық, арқан тартыс, тоғызқұмалақ сияқты ойындарды қоңырау кезінде жүргізіп көрдік. Эксперимент жоспары: бірінші күні сыныптастарымды екі топқа бөлдім және де ол екі топтың бірінші топтың балалары ұлттық ойындарды ойнаса, екінші топ гаджеттермен, яғни ұялы телефонмен ойнады. Екінші күні ойыннан кейін балалардың көңіл-күйін сұрадым. Олардан сұраған кезде олардан өте жақсы нәтиже күттім. Нәтижелерді салыстырдым. Қай топтың денсаулығы, яғни дағдылары жақсы дамыған. Түрлі гаджеттерге тәуелді балалардың ұлттық ойынға деген қызығушылығы өте көп екенін байқадым. Ол балалар маған осындай ойындарды жиі жүргізіп тұруды айтты. Бұл сауалнама арқылы мен балаларға ұлттық ойындардың денсаулығына пайдалы екенін білдім. Мен қорытындым және ұсыныстар: ұлттық ойындардың балалар денсаулығына әсері зор. Олар тек дене шынықтыруды ғана емес, сондай-ақ психологиялық және әлеуметтік даму салаларын да қамтиды. Ұлттық ойындар арқылы балалар тек денсаулығын жақсартып қана қоймай, сол арқылы халқымыздың тарихы мен мәдениетін де игеріп, оны болашақ ұрпаққа жеткізуге мүмкіндік алады. Менің ұсыныстарым: мектепке ұлттық ойындар бойынша жарыстар ұйымдастыру, балаларға ұлттық ойыннан үйірмелер ашу, ата-аналарға балалармен кешке бос уақытында тоғызқұмалақ ойнауға шақыру. Назарларыңызға рахмет.